Бәріне сәлем, сіздермен Жаннұр. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы түтікшелер жасаймыз. Түтікшелердің ішінде ақуызды крем бар. Ақуызды крем өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және өте оңай жасалады. Алдымен бізге жасау үшін осындай конустар керек болады. Конустарды мен кондитерлік дүкеннен алған болатын. Кез келген кондитерлік дүкендерде сатуы мүмкін. Бірақ егер де бұндай конус жоқ болса, бұны қолдан да жасауға болады. Келесі кадрларда қалай қолдан жасауға болатынын көрсететін боламын. Мұны фольганың және осындай ақпарақтың көмегімен жасауға болады. Алдымен ақпарағымызды екіге осылайынан бүктейміз да жыртып аламыз, яғни екіге бөлуіміз керек. Енді бұны осылай конус секілді айналдырамыз. Конустың формасында келу керек. Содан кейін артық шығып тұрған жерлерін ішіне салып, степлермен не болмаса скотчтың көмегімен жабыстырып қойсаңыздар болады. Кейін сыртын дәл осылай фольганың көмегімен, яғни сыртына орап шығамыз. Қатпарлы қамыр керек болады. Қатпарлы қамырды өздеріңіз жасасаңыздар да болады. Не болмаса дүкеннен сатып алсаңыздар болады. Онша қатты қымбат тұрмайды. Астына ұн сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Осындай қалыңдықта жайдық. Бұл кезде духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Қамырды конусымыздың түп жағынан бастап осылай айналдырамыз. Алғашқы менде 6 конус бар, сол 6-ауына жасап шыққан болатынмын. Ақуызды кремнің жасалуының видеосы менің алдыңғы видеомда шыққан болатын. Сол жерден көре аласыздар. Сол жерден жылтоқ қалған болатын. Сонымен біздің үстін жағып шығамыз. Толығымен жан жағына дейін жағып шығамыз. «180 градуста 30 минут пісіріп аламыз». Көріп тұрғандарыңыздай конустар өте тез алынып қалады. Содан кейін қалған қамырларды да қайтадан жаңағындай орап пісіріп аламыз. Жасаған ақуызды кремімізді осындай кондитерлік қапшықтың көмегімен ортасына осылай жағып шығамыз. Барлық түтікшелердің ішін осылай толтырып шығамыз. «500 грамм қатпарлы қамырдан 20 дана осындай түтікшелер шығады». Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Лайк басып, пікірлеріңізді жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.